Assalamu alaikum, hürmetli жақсылар. Әр адамның өзі бір кітап секілді. Әр адамның тағдыры әр түрлі. Әркім өзіндегі өз өмірін жақсы біледі. Ішкі жан дүниесін жақсы біледі әр адам. Не істеп, не қойып жүргенін, қай жерде қандай қателік жасап жүргенін әр адам өзі біледі. Сіз білмейтін қателіктерді әр адам жеке өзі біледі. Сондықтан жақсылар, өз мінін білген адам бес кісіге төрелік айтады деп қазағымыз айтқан екен. Өзіңіздің мініңізді білсеңіз, өз қателігіңізді түсінсеңіз, егерде өміріңізде бір жасырын болмаса өзіңіз істеп қойған күнәңізді білсеңіз, соны артынша сол күнәні жуып шаятын амал істеп жүру екен. Киіміңіз кір болса артынша жуып шаясыз. Тамақ жеп отырсаңыз, тамағыңыз киіміңізге тамып кетсе, оны тез арада жуып шаясыз. Тура сондай жақсылар, күнә істесеңіз, жүрегіңізге дақ боп тиеді екен. Жүректі артынан, күнәні істегеннен кейін артынан тәубаға келіп, кешірім сұрап, соны бір садақаңызды беріп, жақсылық жасайтын болсаңыз, артынан ол кешірілсе, Құдай қаласа қайтадан жүрегіңіз жарқырайды екен, жарқырайды. Әйтпесе күнәнің артынан күнә жамала берсе, Құдайдан алыстап, Құдай тағала ешбір тілегіңізді қабыл етпей, қасиетіңізден айырылып қаласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты: қашан кісі бір күнә істеп қойса дейді, қай уақытта бір адам қай кезде болсын бір күнә істеп қойса, сол күнә ісін жуып шаятын артынан бір сауапты жақсы амал істесін дейді. Сол істі жуып шаятын дейді. Күнәңізді жуып шаятын. Мынау кір болып қалған кезде сабынмен жуасыз, феримен жуасыз, әйтеуір киіміңізді жуған сияқты күнәңізді де артынша тез жуу керек екен. Құдай қаласа жақсылар, күнәні жуатын амалдардың бірі әке шешенің келіп батасын алып қызметінде болу, отбасыңызға жақсы адал ризық несібен табу, болмаса ауру кісін барып көңілін сұрау, жағдайы қиын адамға көмектесу, бауырларыңызбен сыйласып, жағдайын сұрасып, телефонмен болса да барынша жарқырап жағдайын сұрап қою, туысқандармен байланысты күшейту, яғни адамдарға деген құрметіңіз, үлкенді құрметтеп, кішіге мейіріміңді түсіріп, барынша тіліңізбен болса да, сөзіңізбен болса да, көмегіңіз, пайдаңыз тиіп жүрсе, Құдай қаласа артынан жуып шаятын үлкен сауап болады.